Армысыздар, құрметті Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай Аман, Сандар сөйлейді жобасының авторы. Бүгінгі эфирда біз 5 санның энергиясын толықтай зерттейтін боламыз, яғни оның минус белгілерін және плюс белгілерін толықтай анықтап, қыр-сырын біліп, жалпы егер минус белгілеріңіз көп болып жатса, онда сіздерді плюсқа шығаруға арналған көптеген ақпараттар мен пайдалы кеңестер берілетін болады. Ендеше осы эфирді соңына дейін тыңдап, Кармология арнасына тіркеліп, дүпіл басып, пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. 5 деген санның жалпы 3 ең үлкен сипаттамасы бар. Ол біріншісі үйрету, содан кейін міндетті түрде жинақылық, жинақтау және дәстүр. Неге нақты осы үшеуі айтылды? Осының барлығының мағынасын біртіндеп ашатын боламыз. Осы эфирді соңына дейін қараңыздар. Жалпы сіздер көптеген дәстүрлерге қызығасыздар және оны жай ғана жақсы көресіздер. Сонымен қатар дін және оның ұстанымдарына да қызығушылықтарыңыз болуы мүмкін. Ал егер жаңа фанатить етіп кететін болсаңыздар, онда кәдімгідей религиозный секталарға кіріп кетуіңіз мүмкін. Бұл жағын толықтай минус белгілеріңізде айтатын боламын. Содан кейін әрине сіздер өзіңіздің сол бір дұрыс жолыңызды тапқыларыңыз келеді. Соған қатты талпынасыздар. Әрине Кармология арнасында отырғаннан кейін өзіңізді зерттеп жүрген ақылды адам ретінде сіздерді танимын. Бірақ сіздерге бір дүниенің фанаты болып кетуге болмайды. Яғни әр нәрсенің өзінің шегі, өзінің шекарасы бар, өзінің орны бар. Соның барлығын өздеріңіз анықтап білулеріңіз керек. Яғни білім арқылы әрине әрбір адамның көзі ашылады. Сонымен сіздер белгілі бір дәстүрге, болмаса белгілі бір оқуға, үйрететін дүниелерге қызығасыздар. Не үшін қызығасыздар? Себебі ол сіздер ойлайсыздар, ол маған қалай өмір сүру керектігін үйретеді деп. Ал шын мәнінде ол олай емес. Сіздерге қалай өмір сүруді үйрететін ол тек қана мейірім мен махаббат. Ешқандай дін, ешқандай да бір секталар, подозрительный, ешқандай тіпті өзге елдердің дәстүрлерінен сіздер ештеңе үйрене алмайсыздар, егер өздеріңіз минуста болсаңыздар. Ал енді өзіміздің туылғаннан бергі дінімізді дұрыс шеттен шығып кетпей қолдансаңыздар, сонымен қатар өзіміздің дәстүрлерді дұрыстап ұстана білсеңіздер, онда ол сіздердің плюс белгілеріңізге жатады. Жалпы егер сіздер минуста болсаңыздар, негізі бір айтып өтетін дүние бар. Бұл жерде сіздер кішкене наглый болуларыңыз мүмкін, яғни сіз белгілі бір псевдо оқыту, үйрету деген секілді бір орталық ашып алып, сол жерде басқаларға қалай өмір сүру керек екенін айтасыздар. Яғни өзіңіздің толыққан ешқандай біліміңіз жоқ, соған көзіңіз жеткен жоқ, сол дүние шын мәнінде адамдарды дұрыс өмір сүруге апара ма, жоқ па? Яғни өзіңіз көрмей білмей жатып елдерге ақыл кеңес айтудан аулақ болыңыздар. Жалпы негізі белгілі, сіздер үйреткенді жақсы көресіздер. Бірақ біреуге бірдеңе үйрету үшін сіздер өздеріңіз үйренуіңіз керексіздер. Осы сөзді ұмытпаңыздар. Себебі мысалы сіз енді Құдай сақтасын дегенмен бір дұрыс емес дүниені айтып қойған болсаңыздар, оған белгілі бір адамдар сеніп қалған болса, оның ішіне қанша адам сеніп қалғанын білмейсіздер ғой. Соның барлығы сіз көрсеткен жолмен, сіз айтқан ақылмен кетіп қалған болса, әрбір адамның сонда барып шеккен қайғы қасіретін өздеріңіз көретін боласыздар. Себебі адамның өмірі ол ойыншық емес. Өзіңізге қалай қарайсыз, өзге адамдарға да дәл солай қарауларыңыз керек. Яғни ұзын сөздің қысқасы сіздер не істеу керек? Жалпы сіздерге өзіңіз қай елден туылдыңыз, жалпы өкіліңіз қандай, сол елдің дәстүрін ұстаныңыздар. Сол отбасының әдет ғұрпын ұстаңыздар. Яғни сіз Қазақстанның азаматшасы бола тұра өзге елдің дәстүрін ұстану мен ойымша ақымақ. Сіз жалпы осы Қазақстанға жай ғана просто так келген жоқсыз. Бұның да өзінің бір кармалық белгілі бір қарыздары болғандықтан, нақты осы Қазақстанның дәстүрін, қазақ халқының ата салт дәстүрін ғұрыптап жүрулеріңіз керек. Содан соң сіздер көп дүниенің айырмашылығын біліп үйренулеріңіз керек. Яғни әрқайсының өзінің атымен атауларыңыз керек. Жоқ, менің ойым осындай деген секілді ондай дүниелер
жалпы соқырлықпен жасалған дүниелер сіздерге болмайды. Шындықты қуалайым деп, тылсым дүниеге үңілемін деп, бір жоқ дүниені іздеп уақытыңызды құртпаңыздар, жалпы ойыңызды, күшіңізді құртпаңыздар. Жай ғана очевидный бар дүниелер бар ғой, мысалы біздің дәстүр дейік, соны құртпаңыздар. Адамның бойына қандай қасиет керек, психикасы қалай болу керек деген секілді өзіңізді жай ғана зерттеңіз. Одан кейін барлығы бұл өмірде ашық, барлығы көрініп тұр. Соның ішінен өзіңіздің жолыңызды табасыздар. Дәстүрге деген қатты бір құштарлығыңыз болып жатса, онда өз үйіңізде өзіңіздің дәстүріңізді құра аласыз. Оған ешкім сізге шектеу қоя алмайды. Тек қана өзге елдің дәстүрін мына жаққа келіп, оны ар жаққа келіп былықтырудың, не болмаса белгілі бір секталарға кіріп кетіп, сондай дүниелерден аулақ болыңыздар, өтініш. Ал енді тәртіпке керек, яғни порядок дейді. Оны енді сіздер жаңа қатты беріліп, таза болып тұру керек, орынды тұру керек деген сияқты сондай күйбелең күйге көшіп кететін болсаңыз, онда бұл минус. Сіз жай ғана жан-жағыңыз ретке келтіріп, орынды қойып отырасыздар. Одан артық ештеңе жоқ. Жалпы өміріңізді қиындатудың қажет жоқ. Көз алдыңызда бар, оқып тұрған дүниені көріп, біліп тұрған дүниелерге үңілсеңіздер, жоқ дүниені ойдан құрастырудың дымда қажет жоқ. Сонымен қатар сіздер керек емес дүниелерді, яғни қоқыстарды лақтырасыздар, ал егер сіздер бірақ минуста болсаңыздар, сіздер керісінше оны жинайсыздар, яғни қоқыс жинайсыздар. Негізі сондай ауру да бар ғой, бірақ дегенмен сіздер айыру дегенді білмейсіздер, яғни айырмашылық дегенді аса қатты түсінбейсіздер. Соны развивать ету керек. Тәртіп, порядок сізде қай жерде болу керек? Ол ең алдымен үйіңізде емес, жан-жағыңызда емес, ол сіздің басыңызда болу керек, жүрегіңізде болу керек, жаныңызда болу керек, және де ойыңызда болу керек. Сонымен қатар өзіңіздің іс-әрекетіңізде болу керек. Себебі бұл өте маңызды. Мысалы делік, егер 5-ші сан, яғни 5-ші аркан сізде ақшаның зонасында тұрған болса, және де сіздің басыңызда беспорядок, тәртіп жоқ, ойыңыз ештеңе таза емес, орында емес ештеңе сондай болса, сіз жалпы басыңызды жұмыс істете алмағандықтан сіздің ақшаңыз жай ғана желге ұшып кетеді. Сондықтан айтылып тұр, ең алдымен басыңызда белгілі бір тәртіп, белгілі бір тазалық болу керек. Негізі былайша алғанда 5-ші аркан деген ол үйретеді және үйренеді. Көрдіңіздер ме? Ал сіздер үйренбей тұрып үйретсеңіздер, ол үлкен минус. Оның последствиясы өте қиын болады, оның кармасы да бумеранг болып келгенде енді сағыңызсын қалуы мүмкін. Сондықтан алдын ала айтамын, үйреніңіз, сосын үйретіңіз. Бұл болады сіздерге үйретуге. Егер білген дүниелеріңізді, тексерілген дүниелеріңізді үйретсеңіздер, онда барлығы жақсы. Жалпы негіз сіздер үйреткенде өте бір простой тілмен, бір түсінікті етіп әдемі жеткізесіздер негізі. Бұл сіздің жалпы призванияңызға да жатады. Яғни үлкен аудиторияның алдына шығып, емін-еркін сөйлеу деген ол да бір өнер. Сондықтан сіздердің бойларыңызда міндетті түрде онда өнер бар. Яғни үлкен аудиториядан сіздер қорықпайсыздар. Көпшілік жерде керісінше жүріп сөйлегенді жақсы көресіздер. Бірақ қалай сөйлейсіздер, не айтасыздар, көңіл бөлеміз. Яғни минуста кезде жай ғана қоқыстарды үйіне де, басына да, жалпы барлық жеріне жинайды. Содан соң өзімнің дәстүрімді ашам дейді, өзінің жаңа оқу, үйрету орталығын ашам дейді. Сонымен өзімнің өмірі де қаша, өзгелердің өмірі де қаша. Болмаса жай ғана ештеңе істемейді. Ішіндегі жаңағы белгілі бір білімі бар ғой, бірақ басы әлі қаша болып тұрғаннан кейін оны жеткізе алмайды. Ол айтылмай қалып қалады. Ол айтылмай қалып қалған білім, оның барлығы минус. Біз өмірге адамдар бір-біріне жалпы ықпал ету үшін, пайдалы болу үшін бір-бірінен солай дүниеге келдік. Сондықтан егер сізде белгілі бір білім болса, міндетті түрде елдерге алдымен тексеріп, сосын кейін бөлісулеріңіз керек. Сіздерге ескертіп айтам, ешқандай көзіңіз жұмылып жаңағы соқыр адам секілді ешкімнің сөзіне еріп кетпеңіздер, ешкімнің артынан жүрмеңіздер. Себебі бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Сіз біреудің артынан еріп келе жатырсыз делік, ол сөз қайда апарады сіз білмейсіз ғой. Бір прям соқырлықпен сену деген ол дұрыс емес. Біз тек қана Алланы көрмей сенеміз ғой, сол секілді тек қана Аллаға ғана сенуіміз керек. Ал Аллаға серік
қосу ол деген үлкен ауыр күнә, оны мен сіздер білесіздер. Себебі сіздің қолыңыздан жетектеп келе жатқан адамда белгілі бір құжат жоқ қой. Мысалы, қандай жолмен баруыңыз керек, қалай өмір сүруіңіз керек айтатын ол кім? Мысалы, онсыз өзіңіздің жүрегіңізбен ақылдаса отырып, өзіңіздің ішкі жүрегіңіздің сөзін тыңдап, яғни интуицияңызды тыңдау арқылы, айырмашылығын білу арқылы сіз өз жолыңызға түсесіз. Содан кейін өзіңіз білім алуыңыз керек. Енді өміріңізде ондай адам кездескен шығар. Мысалы, мен деген ол шындықпын, мен осындай белгілі бір әулиенің тұқымымын деген секілді, мен сұмдықпын деп айтқан күнде де сіз жай ғана сенбеуіңіз керек. Себебі мен сіздерге айттым, бір өте қиын, жаман секталарға, сондай бір ауыр дүниелерге кіріп кетуіңіз мүмкін, қайта шыға алмай қаласыздар. Ол адам ол жай ғана, былайша айтқанда, шарлатан. Просто ақша тапқысы келеді болды. Сіздің қолыңызға ақшаны суырып алғысы келеді. Сондықтан ол сондай арам дүниелер әсіресе сіздерге жасауы мүмкін өзге адамдар. Яғни ол адам белгілі бір сектаның бастығы, болмаса жай ғана ақыл есінен алжасқан біреу болуы мүмкін. Ойбай, я ол шындық екен деп бастарыңызды иіп, негізі ондай адамдар көп. Кейбір кісілер мысалы әулие жағалап жүріп, біреуді пір тұтып алып, соған сеніп дегенде ондай дүниелер болмау керек. Так, сонымен қысқаша плюс белгілеріңізді айтып өтсем, дәстүр және тәртіп болмайды деген дүниелерге еру, яғни сену, соны қадағалау, яғни запреттер бар ғой, мысалы біздің ұрымдар, тыйымдар демек қой, жалпы запреттер. Сол дүниелерді дұрыстап қадағалауларыңыз керек. Белгілі бір тәртіппен жүру, өмірдің мән мағынасын сезіну, миссияңызды орындау. Сенім, әрине сенім. Сіз нені дұрыс, ненің бұрыс екенін айырмасын білген кезде сізде үлкен бір сенім туады. Сенім туғанның өзіне де сіз оны дұрыстап тексеріп алуларыңыз керек. Жауабын өздеріңіз іздеулеріңіз керек. Сіздер өте ақылдысыздар және де өте жаңағы тұрақты адамсыздар. Дегенімен, былайша айтқанда мақтанбаңыздар ол үшін. Ойбай деп, мен осындаймын, мен керемет, миым күшті жұмыс істейді деген секілді дүниелер сіздерге жақпайды. Жалпы сіздерде ақыл бар, интеллект бар. Сосын әрине жаңа дүниелерді үйренуге талпыныстарыңыз өте керемет. Алайда тағы да айтам, шеттен шықпаймыз. Бір дүниені қолға алдыңыздар ма, осыны мен оқимын, осыны зерттеймін деп, соны соңынан апарыңыздар. Сіздер көбіне не істейсіздер? Соңынан апармайсыздар, жарты жолды тастап кетесіздер. Яғни бір дүниені оқыдыңыздар ма, соны соңынан апарып анализ жасауыңыз керек. Мысалы, сегіздіктер, восьмеркалар солай жасайды. Солардың бір белгілі бір қасиетін алуларыңыз керек. Бұлар оқыған дүниесін соңынан апарады, оған анализ, статистика жасайды. Енді минуста кезде болмайды дегенмен, сіздерде жауапкершілік бар дегенмен осторожно болу керек. Әрине бір дүниеге тоқталу. Мысалы, сіз бірден ой нумерология, ой психология деген секілді дүниелерді бірге қатарынан алып жүре алмайсыздар. Сіздер жай ғана басыңызды жаңағы көптеген кітаптардың ішіндегі сөздермен жай ғана былайша айтқанда хлам қылып тастай аласыздар, хаос создавать етіп тастайсыздар. Сондықтан бір дүниені аламыз, соны соңынан оқимыз. Ол дәлелденді ма? Дәлелденді. Дәлелденбесе ешкімге үйретіп, ойбай мен осындайым, керемет үйрететін адам деп төстеріңіз қақпай қойсаңыздар болады. Себебі көп білім білген сайын оның барлығын басын бірге қосу, ол сіздердің жай ғана қолдарыңыздан келмейді. Сондықтан сіздер жай ғана бір направление, бір бағыт таңдап, сонымен жүрулеріңіз керек. Арттарыңыздан өздеріңіздің шәкірттеріңіз ертулеріңіз керек. Енді барлық жағынан плюс болып тұрған болсаңыздар, мейлі психологияны, астрологияны оқысаңыздар, оны да бірге алып жүре аласыздар. Дегенімен бесіктердің көбісі жартылай минуста болады, болмаса толығымен минуста болады. Негізі 5-ші аркан ол оқытады және де тәрбиелейді. Ал 15-ші аркан деген ол нені үйрендің, соны тексереді. Яғни айтайын деген, егер матрицаңызда 5-те 15-те болса, онда бұндай адамдар жартылай таза энергияда, жартылай қара энергияда болады. Ал егер сол 15-ші арканы ол адамды плюста болса, онда бұл өте көрегенді аркан болғандықтан, ол ешқандай 5-ші арканға ешқандай да жол бермейді. Біреуге керең болып,
қор болып сену деген дүниелерге жол бермейді. Себебі 15-ші аркан жайлы енді алдыңғы эфирлерде айтылатын болады десе де 15-ші аркан ол адамдарды насквозь көреді. Жалпы үнемі дұрыс жол іздеу ол да үлкен бір қателіктерге алып келеді. Сондықтан дұрыс жол емес, алдымен өзіңіздің жолыңызды тауып алыңыз, сосын өзіңіз зерттеңіз, сол кезде өзіңіздің жолыңызға өзіңіз ақ түсесіз. Жалпы дұрыс жол деп сіздер не деп ойлайсыздар? Дұрыс жол деген не сіз үшін? Пікірге жазыңыздар. Кейбір кісілер, мысалға айтайын, дұрыс жол деп ол ерте тұру, сосын жүгіру, жаңағы суды ішіп алып жүгіру, содан кейін өзінің жұмыстарыңды жоспарлап қою, содан кейін біртіндеп бай болам, дұрыс жолға түскенді түсіндім деген секілді кейбір кісілер интервью беріп жатады ғой. Бірақ сіздің де жолыңыз дәл сондай болады деп айта алмайсың, себебі әр адам индивидуальный личность болғандықтан әр адамның жолы әртүрлі. Тіпті бірдей болып келе жатса да соңы басқаша болуы мүмкін. Сіздер соны түсінулеріңіз керек. Сіздерге жалпы дұрыс жол деген ол жан-жақтағы адамдардың мнениясы ма, или өзіңіздің айтып тұрған мненияңыз ба? Айырмашылық болу керек. Яғни сіздерде дәл солай азанда тұрып су ішіп жүгірсеңіздер де сіздер сол адам жеткен сәттілікке жете алмайсыздар, себебі ол сіздің жолыңыз емес. Жалпы осы мотивация, осындай дұрыс жол, өзіңнің жолың деген секілді эфирім бар, оны да бір көріп шықсаңыздар болады. Нақты сіздерге арналған ссылкасы осы эфирдің төменгі бөлігінде белгіленіп тұратын болады. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Ал неге мен солай жасасам сондай сәттілікке жете алмаймын деп ойлайтын шығарсыздар? Себебі әркім әртүрлі, әр адам әртүрлі, әр адамның өзінің бөлек аркандардың наборы бар, әркімнің матрицасы әртүрлі деген секілді. Сіз өзіңізді зерттесеңіз, өзге адамды сондай деп ойлау ол да қателік. Сондықтан сіздерге ащы шындық, сіздерде ешқашан жаңағы басқа адамдардың өмірінде болып кеткен дүниелер сізде болмауы мүмкін. Дұрыс жол деп сіз айтып жүрген дүние шын мәнінде сіз үшін дұрыс жол болмауы мүмкін. Сондықтан өз жолың ол дұрыс жол. Егер сондай мотивация, жігерлендіру жайлы видеолар көріп жүрген болсаңыздар, онда жай ғана әр қайсының бір жақсы қасиеттерін алып, соларды толықтырып өзіңізге қажетін. Сөйтіп өзіңіздің жолыңызды жалпы білуге кішкене болса да инструкция құрап алсаңыздар болады. Ал бір адамның полный бір жолын алып, солай жасасам осындай болам екен деген менің ойымша ақымақтық. Яғни өзіңіздің сәттілікке баратын жолыңыздың схемасын өзіңіз құрастыруыңыз керек. Өте бір тәрбиелі, тәртіпті, былайша айтқанда светлый адам болудың қажеті жоқ сәттілікке жету үшін. Сіз өзіңізбен өзіңіз болуыңыз керек. Ал өзіңмен өзің болу үшін алдымен өзіңді тануың керек. Кармология арнасында көптеген пайдалы ақпараттар бар. Чуцай болсын, нумерология, Пифагор, психоматрицасы, соның барлығын көріп, өзіңізге керек дегенін жазып алып, өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Мысалы, сіздер 8-ші арканмен салыстыратын болсақ, 8-ші аркан ол әділеттілігі, ал сіздерде этика мен мораль бар. Яғни бұл екеуі бір-бірін осындай тұстары арқылы ұстандырады. Сонымен қатар, егер сіздің белгілі бір ойыңызға, мнениеңізға дұрыс емес пікір айтса, болмаса келіспеушілік танытса, сіздер бірден кек қайтару жолдарын ойластырасыздар. Ал 8 ол керісінше карма заңы бойынша кінәліні нақты өзін таңдап, соларды жазалайтын болады. Ал айырмашылығы міне осыда. Өзіңіздің идеяңызды, жай ғана ой ғой, идеяңызды, ойлап тапқан дүниеңізді шындық деп қабылдаудың қажеті жоқ. Жалпы өз жолдарыңызды табу сіздер үшін өте маңызды. Сонымен қатар өз жолыңызды табу үшін сіздерге белгілі бір жол серіктері болмаса белгілі бір адамдар, сертификат, гуру, коучтардың да қажеті жоқ. Сыртқа алғыс, ол ішкі алғысыңызбен бірге тең болу керек. Себебі тек қана сырт жақтан алғыс білдіріп, ішкі жағыңыз ондай дүние болмаса, ол да несоответствие, яғни тең келмейді деген сөз, бұл да минус белгілеріне жатып кетеді. Әрбір мелочқа көңіл аударасыздар, егер плюста болсаңыздар. Сіздердің бір жақсы белгілеріңіз ол чувство долга, яғни сіздер белгілі бір қарыздарыңызды, кімнің алдында қарыз екендеріңізді жақсы білесіздер. Мейірімге деген талпыныстарыңыз бар, өте тату-тәтті отбасы,
сонымен қатар белгілі бір ортаға сыйлы адам бола аласыздар, яғни плюс энергияда жүрсеңіздер. Сонымен қатар айта кететін, сіздерге ешқашан оқуға ешқандай кеш емес, мейлі жасыңыз 40-та болсын, 50-де болсын, 60-та болсын, қай уақытта болса да оқығыңыз келсе оқыңыз. Өзіміздің ұлттық киімдерді жақсы көресіздер, ұлттық асхана, жалпы бешбармақ деген секілді тамақтарды, өзіміздің әуендерді жақсы көресіздер. Егер өзіңізден көп білетін адамды көрсеңіздер, оған қызғанышпен қарамаңыздар. Керісінше сіздер сол адамды тыңдауыңыз керек, сол адамның советін, сол кісілердің ақылдарын берген белгілі бір кеңестерін тыңдау арқылы сіздер өздеріңіздің жолдарыңыздан тайып кетпейсіздер. Бағалау, өзіңіздің қолыңызда не бар, соны бағалай біліңіздер. Мен өзім барлығын білем, сендерге соны айтам, өмірді қалай сүру керек екенін айтам деген секілді ұстанымда жүрсеңіздер, белгілі бір адамның артынан кім біледі қандай екен, соның артынан ілесіп кете беретін болсаңыздар, белгілі бір өздеріңіз құрып алған стереотиптер болса, белгілі бір болжамдарыңыз болса, сондай бір қырсық моралист болсаңыздар, өзіңіздің күнәңізді біле тұра, ол жайлы ешқандай еш жерде айтпай, өзіңізге де признавай жетпей, жоқ ол менің кінәм емес деген секілді жалпы мойындамау, ол да үлкен минустардың бірі болып табылады. Сондай-ақ ортаңызды, яғни өзіңіздің жүрген ортаңызды жай ғана игнор жасау. Сондай кісі болсаңыздар, минуста екендеріңіздің нақты белгілерінің бірі болып табылады. Басқа адамдардың түкіргенім бар деген секілді ойда жүрсеңіздер, міне бұл да өте ауыр күнә және қателік. Жалпы сіздерге негізі кеңес берем, благотворительностьпен жұмыс істеп көріңіздер, яғни өзге адамдарға жақсылық жасау, шынайы жақсылық жасау, ешқандай маскасыз. Сіздерден жалпы жақсы жюри шығады, комиссия шығады. Бірінші әрине өзіңізден бастаңыз соның барын, сосын көре жатармыз басқа адамдарға. Мұғалім, ұстаз, репетиторство жүргізесіздер, жаңағы өзіміздің ата салт дәстүрлерді ғұрыптайсыздар, ол да сіздердің қолдарыңыздан жақсы керек. Сосын әрине міндетті түрде өсу, яғни алдыға ұмтылу. Егер дұрыс жол тауып жатсаңыздар, алдыға ұмтылу сіздерге тек қана плюс болады. Сонымен қатар сіздер қай жерде жұмыс істей аласыздар? Кітапханада, жаңағы лицейда, сосын мешітте, банкте жұмыс істеуге болады. Көптеген адамдарды адасып қалуға ықпалдарыңыз тигізбеңіздер. Ол деген сіздерге өте кері әсер етіп, кейін өздеріңіздің кармический хостағы қарыздарыңыз шеше алмай қалуларыңыз мүмкін. Көкіректік, яғни гордыня, оны міндетті түрде бүлмен шауып тастау керек. Яғни сіздер айттым ғой басында, өздеріңіздің төстеріңіз қағып, мен осындай мықтымын, менің миым сыртына ағып тұр, керемет бәрін білемін деген секілді дүниелер айтушы болмаңыздар. Егер өздеріңіз толыққанды, дұрыс, нақты, шынайы біліп тексерістен өткізсеңіздер ғана елдің алдына шығып үйретсеңіздер болады. Сондай-ақ өзіңізге 100% сенімді болудың қажеті жоқ. Яғни өзіңіздің шындығыңызға 100% сенудің қажет жоқ. Себебі кез келген адам қателеседі, пенде болғаннан кейін оны сіз тексермей жатып 100%-ға сеніп кететін әдетіңіз бар екенін біліп тұрсыз. Яғни өзіңіздің түсінген шындығыңызды ол 100% дұрыс деп айтпаңыздар, егер толыққанды көз жеткізбесеңіздер. Себебі кез келген адам шатасуы мүмкін, пенде болғандықтан пендешілік жасап қою мүмкін. Десе де өзіңізді тексеріп көріңіз. Кез келген беріліп жатқан білімге әр қырынан қарап көріңіздер. Қаншалықты ол рас, қаншалықты ол дұрыс, зерттеңіздер, анализ жасаңыз. Ешқашанда жаңағы бірден деп сеніп қалуға болмайды. Міндетті түрде анализ жасап, барып, өзіңізге тексеріп болғаннан кейін ғана ол шын ба, өтірік пе екен, соны анықтайсыздар өздеріңіз. Яғни ұзын сөздің қысқасы, ешқандай бір адамға фанат болмау, айтқан әрбір сөзіне сене бермеу керек. Тек қана өзіңіздің басыңыз бар, миыңыз бар, соны қосу арқылы тым болмаса тексеріп көріп, сосын кейін елдің алдына шығып бірнәрсе үйретсеңіз болады. Ал егер ештеңені толыққанды зерттемей жатып, соңына келмей тастап кетіп тұрып,
оны қайтадан бастап кетуге тыйым салынады. Сосын міндетті түрде басыңызда, өміріңізде, жалпы барлық жерде белгілі бір тәртіп, белгілі бір тазалық, барлық орынмен болу керек деген секілді осы сөзді ұраныңыз ретінде жаттап алуыңыз керек. Себебі бұл да сіздерге өте маңызды. Жалпы бүгінгі эфирде толықтай маңызды дүниелер ғана айтылды. Соның барлығын өзіңіз зерттеп көріңіз, өзіңізге қолданып көріңіз. Өзіңіздің минустарыңызды көрген болсаңыздар, оны жөндеп көріңіздер. Мүмкін бір айдың көлемінде сіздің көзқарасыңыз өзгерер. Болмаса белгілі бір дүниеге, яғни оның шындық екеніне, болмаса өтірік екеніне көз жеткізу үшін өзіңіздің анализ жасау қабілетіңізді, миыңыздағы соны қосып көріңіз. Яғни энергияңызды бірінші ақылға айналдыра отырып, барлығын зерттеп, соңына дейін апарып, содан кейін сіздер бір үлкен ұстаз, коуч болып кетулеріңіз де мүмкін. Ендеше бүгінгі эфир сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Кармология арнасына тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Басқа да қандай дүниелер зерттегіңіз келеді, оны да бөліссеңіздер болады. Ендеше сіздердің назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жолыққанша.